Қайырлы күн балалар. Бүгін қазақ тілі пәнінен 3-ші сыныптың 91-ші сабағын бастайтын боламыз. Бүгін біз есімдіктер жайлы өтеміз. Тақырып құстар туралы не білемін? Және бүгін біз не білеміз? Есімдік қай сөз таптарының орнына жұмсалатынын және есімдіктерді мәтіннен таба алатын боламыз. Ең бірінші каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз. 32-ші тапсырма. Өлеңді мәнерлеп оқы. Құс емес бір айбарлы, көкек тіп-тік айдарлы. Ол жыл құсы көктемде, қар кетіп жер кепкенде, жылы жақтан қайтады, өз атын тек айтады. Серікбай Оспанов. Тапсырма. Қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой. Көкек пен ол сөздерін бірдей сұраққа жауап беретіндігіне назар аудар. Ол қай сөз табының орнына жұмсалып тұрғанын анықта. Балалар, өлеңді жақсылап жаттап, дәптерге көшіріп жазуды ұмытпаймыз. Бұл жердегі қарамен берілген сөздер көкек және ол сөздері. Бұл екі сөзде не деген сұраққа жауап береді. Не деген сұрақ бізде зат есімнің сұрағы болып тұр. Яғни ол сөзі зат есімнің орнына жұмсалып тұр. Себебі оған зат есімнің сұрағы қойылып тұр. Зат есім, сын есім, сан есімдердің орнына жұмсалатын сөздерді есімдік дейміз. Есімдіктер мен, сен, біз, сіз, ол, өзі, бұл, кім, қанша, қайда, ешкім, әркім, ешқашан, әрқайсы деген сияқты сөздермен жасалады. Келесі 33-ші тапсырма. Жаңылтпашты оқып жатқа жаз. Үйір-үйір үйректі, үйірге кім үйретті? Үйір-үйір үйректі, үйірге өзім үйреттім. Тапсырма. Есімдіктерді тауып сұрақ қой. Оның қай сөз табымен байланысып тұрған айт. Бұл жерде есімдік болып тұрған сөз бізге өзім деген сөз екен. Яғни оған кім деген сұрақ қойылады. Сонда бұл жерде өзім есімдігі кім деген сұраққа жауап беру арқылы зат есімнің орнына қолданылып тұр екен. Келесі 34-ші тапсырма. Берілген есімдіктермен сөйлемдер құрап айт. Әркім, ешкім, ешқашан, ешқандай сөздеріне сөйлем құраймыз. Бірінші сөйлем. Әркім бөліп берген тапсырмаларын орындады. Яғни тапсырмада бізде бұл есімдіктердің жазылуын есте сақта деген. Яғни әркім сөзі бізде қосылып жазылады екен. Бүгін ешкім сабаққа дайындалмай келіпті. Менің атам арманыңа барар жолда ешқашан берілмеу керектігін айтып отырады. Бұл қалада оның ешқандай досы жоқ. Яғни балалар, бұл жерде бұл есімдіктердің жазылуын есте сақтау керек. Бұның барлығы қосылып жазылады екен. Келесі 35-ші тапсырма. Шығармашылық үзіліс. Мәтінді мазмұндық жағынан ретке келтіріп жаз. Яғни бізде олардың біразын соғыстары дейді. Әлемде алуан құстар бар. Себебі олар көбінесе суда өмір сүреді. Су құстары қаз, үйрек, шағала тағы басқалары. Олардың жүні, қауырсыны майлы болады. Сондықтан оларға су жұқпайды, олар суға батпайды. Яғни бізде сөздер бір-бірімен адасып берілген, соны орын-орнына қоямыз. Тақырыпты су құстары деп алдық балалар. Әлемде алуан құстар бар. Олардың біразын су құстары дейді. Себебі олар көбінесе суда өмір сүреді. Су құстары қаз, үйрек, шағала тағы басқалары. Олар суға батпайды. Олардың жүні қауырсыны майлы болады. Сондықтан оларға су жұқпайды. Келесі тапсырма. 36-ші тапсырма. Түсіп қалған есімдіктерді орнына қойып өлеңді көшіріп жаз. Яғни бізде ұяшықтардың ішіне есімдіктерді қою керек. Келеді ұшып тырналар, үшкілденіп тізіліп. Қайтқан сайын жылды олар, қараймыз біз қызығып. Мұзафар Әлімбай. Есімдіктерді тап, олардың жекеше түрін ата. Яғни біз ұяшықтардың ішіне олар, біз деген түсіп қалған есімдіктерді қойдық. Ал енді осы есімдіктердің жекеше түрін анықтаймыз.
Біз қойған есімдіктер олар жекеше түрде ол болады. Біз есімдігі жекеше түрде мен болады екен балалар. Келесі тапсырма, 37-ші тапсырма, ребусты шеш. Бізде көздің, еліктің суреті берілген, яғни әрқайсынан суретте көрсетілгендей алдыңғы немесе артқы әріптерін алып тастаған кезде жауабы өз елің алтын бесігің деген мақал шығады екен. Тапсырма, ребустың шешуіндегі мақалдың мәнін топта талқыла және есімдіктерді тап. Бұл жерде есімдік өз сөзі екен. Бұл мақалдың мағынасы: әркімнің өз елі адамға ыстық болады және одан артық жер таппайды. Ал есімдік жаңа айтқанымыздай өз. Балалар, егер сабақ ұнаса, видеоны көріп қана қоймай, достарымызға жіберіп, каналға жазылуды ұмытпаймыз. Күнделікті тапсырмалар шығып отыру үшін қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз.